Сәлем достар, асығыстық. Асығыстық дегеніміз бұл біздің өмірімізді бұзатын, құртатын, біздің бақытымызға кедергі болатын құбылыс. Неге? Қараңыздар, адам асыққан кезде, допустим, бір күндік ситуацияны алайықшы. Азында тұрады, жұмысына барады, жұмысына дейін жуынып, шайынып, тісін жуып, тамақ ішіп, балдарын жинап, жұмысына шығады, жұмысында жұмыс істейді, кешке келеді, тез тамақ пісіреді, сабағын қадағалайды, тамақ ішеді, жатады, болды. Солай күндерден күн өтіп жатады. Выходной күні тоже киім жуу керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, сөйтіп тірліктің арасында уақыт тез өте кетеді. 1 жыл өтеді солай, 2 жыл, 3 жыл, 10 жыл, 20 жыл өтеді да, одан кейін не істейді адам? Мен өмірім қайда өтті деп ойлайды. Мен өмірімді неге жараттым деп ойлайды. И ойында бірнеше ақ бақытты шақтар қалады. Үйленген кезі, бала туылған кезі, достарымен кездескен кезі. Болды сонымен. Күнделікті өмірі қалай өткені есіне түспейді. Тек бір памяттегі сол вспышка уақыттары бақыт сияқты көрінеді. Неге олай? Себебі асығыстық біздің өмірімізді жұтып қоятын құбылыс. Мысалы, сіз қатты асыққан кезде, күні бойы асығып, сол айтқандай, алдында расписаниені айттық қой. Кешке или келесі күні сен кеше не істедің? Сен кеше сағат 2-де не істедің деп сұрайды. Сен кеше не ойладың? Сен кеше қандай сезімде болдың деп сұраған кезде адамның есінде еш нәрсе жоқ. Білмеймін, 2-де мен вроде обедте болдым. Конкретно не сезгенін есінде болмайды. Қандай ойда болғаны тем более есінде болмайды. Потому что ол уақыт жұтылып кеткен уақыт. Асығыстық біздің уақытымызды жұтып қояды. Неге олай? Адам асығыс кезінде денеде болып жатқан өзінің сезімдерін, өзінің басындағы ойларын қадағаламайды. Яғни ол өз-өзін басқармайды. Асығыстық бұл программа. Адам робот сияқты автоматты түрде білетін нәрсені істейді. Біздің психика, біздің ми программамен өмір сүргенге үйреніп қалған. Кішкентай кезінде бір программаға үйренгеннен кейін сол программамен бақи өмір сүруге үйреніп қалады. Бірақ жақсы жаңалық неде? Біз программаларды ауыстыра аламыз. Өз өмірімізді басқарған кезде біз сонымен қатар миымызды, ойымызды, сезімдерімізді басқара аламыз. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін күннің ішінде бірнеше рет, қазір жылжытып қойыңызшы. Күннің ішінде бірнеше рет өз-өзіңді тоқтатып, өзіңнің денеңе қайта оралған маңызды. Мен қазір не сезіп тұрмын? Менің ойымда, денемде, менің денемде қандай сезімдер болып жатыр? Ойымда қандай ойлар болып жатыр? Осы кезде даже тынысыңызды сәл туралатсаңыз тура келеді. Туралатсаңыз болады. Ол үшін терең демалған маңызды. Бірнеше рет солай терең демалған кезде біздің денеміз жұмсара бастайды. Бұлшық еттеріміз жұмсара бастайды. Денеміз расслабляться етеді. Осы кезде қай бұлшық еттің ауырып жатқанын сезе бастайсыз. Иығыңыздың ауырғаны, мойныңыз, басыңыз, мүмкін аяғыңыз үйіп қалған шығар, беліңіз ауырып жатқан шығар. Сондай денеде болып жатқан нәрселер сезіледі. Адам асығыс кезінде ол денесін сезбейді. Денесі мынандай напряженный болып тұрады, робот сияқты, жинақы болып тұрады. А дене
ұзақ уақыт напряженияда өмір сүре алмайды. Дене шаршайды, дене тозып кетеді, ерте қартаяды. И напряженияда болған кезде даже адамның тынысы андай кішкентай интервалда болады, темпі кішкентай болады. Осындай тез. Даже тынысы, мысалы, қараңыз, қазір біз упражнение жасадық, дыханияға. Осындай терең тыныс асығыс кезінде мүмкін емес. Өзіңіз салыстырып көрсеңіз де болады. Күннің ішінде өзіңізді тоқтатып, тынысыңызға назар аударсаңыз, денеңізге назар аударсаңыз, мен қазір робот болып жатырмын ғой деп. Робот состояниясынан шығу үшін өзін тоқтатқан маңызды. Сосын қандай сезімдерде дене, одан кейін қандай ойдамын мен. Осындай сұрақ қойған маңызды. И осы сәтте ойларыңызды жаңадан құрастыруға болады. Қазіргі күнге, бүгінгі істейтін тірліктерге жаңа көзқарас құрастыруға болады. Позитивке ауыстыруға болады. Мысалы, мұңайып настроенияңыз болмай тұрса, сол настроенияны қалай көтеруге болады? Просто айналадағы 3-4 плюс нәрсені тапқан маңызды. Одан көп емес, 3-4 плюс жетеді. Мысалы, қазір күн шығып тұр, дала жылынып жатыр. Бүгін наурыз айы. Уже қыс емес, қыс өтті, көктем келді. Менің қарным тоқ, шөлім қанған, балдарым сабақта, отыратын жерім жылы. Уже қанша плюс болып кетті, көрдіңіздер ма? Психикаға 2-3 плюсты тап десеңіз, тауып береді сізге. Одан артық та тауып береді. И сол плюстарды байқаған кезде сразу көңіл күйіңіз орнына келеді. Орнына келген сәтте сіз уже ми программасын позитивке ауыстырасыз. Күн сайын осы упражнениені жасап тұрсаңыз, сіз уже өзіңіздің болашағыңызды формировать етесіз. Біз болашағымызды ми мен сезімдер арқылы құрастырамыз. Болашағымызды солай басқара аламыз. Бірақ болашаққа жетпей тұрып, өзіміздің осы шағымызды басқаруымыз қажет. Неге қажет? Бақытты өмір сүру үшін, бақытты өмір құрастыру үшін. Біздің өмір осы күндерден тұрады. Кім білсін, ертең қандай күн болатын? Мүмкін ертең қайтыс болып кететін шығарсыз. Или ауырып қалып, бір айдың ішінде қайтыс болатын шығарсыз. Қайдан білесіз? Біз білмейміз. Конечно, адам баласы план қоя алады, типа, ой, мен 80-ге дейін, 70-ге дейін өмір сүрем деп. 90-ға дейін өмір сүрем деп. Сіз білмейсіз қанша уақыт өмір сүретініңізді. Даже 70-ге дейін өмір сүрсеңіз де, 70 деген не? 70 деген өмір енді басталатын уақыт. Менің әкем 75 жасында қайтыс болды. Менің ойымша ол аз, өмір сүргені аз. Поэтому біз білмейміз қай уақытта кететінімізді. Сол үшін әр күніміз бұл үлкен құндылық. Құдайдың сыйы. И әр күнімізді бақытты өткізу үшін андай үлкен бір, көп ақша қажет емес, көп уақыт қажет емес, көп бір ресурстар қажет емес. Бақытты, бүгінгі күнді бақытты өткізу үшін просто өзіне назар аударған маңызды. Өзінің сезімдеріне назар аударған маңызды. Қоршаған табиғатқа назар аударған маңызды. Өзіңнің жан ұянына, сол адамдармен қарым-қатынасқа. Просто қазіргі шақтан рахат алу – это и есть счастье, это и есть бақыт. Бүгінгі күнді байқау, сол күннің ішінде өзіңді байқау, өзіңнің настроениеңді байқау. Осының бәрі бақыт болып саналады. Бүгінге осы, достар, егер сұрақтарыңыз қалса, комментарийда жазсаңыздар болады. Сонымен қатар, өзіңізді бақытты сезінесіз бе?
өзіңіздің күндеріңіз, мысалы бүгінгі күн, бүгін сізді не күлдіртті? Қандай ситуация күлкілі болды? Бүгін сіз қай уақытта өзіңізді бақытты сезіндіңіз? Бүгін көңіліңізді не көтерді? Или кім көтерді? Қандай жағдай көтерді? Осы сұрақтарға жауапты комментарийға жазсаңыздар болады. Бұл сұрақтар өз-өзіңізбен жұмыс істеуге көмектеседі. Өз-өзіңізді ашуға көмектеседі. Сонымен қатар, егер маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, астында инстаграмға сілтеме бар. Сол инстаграмда барлық ақпаратты алуға болады. Маған каналыма жазылып лайк басқаныңызға рахмет. Егер видео пайдалы болса, обязательно лайк басып, қоңыраушаны қосуға ұмытпаңыздар. Сіздің осы каналдағы активный қатысуыңыз басқа адамдарға осындай пайдалы видеолардың көрінуіне үлес қосасыздар. Бүгінге осы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.